Жүректегі мұз алдыңғы бөлімнің жалғасы. Қашан кетеміз, қашан жолға шығамыз, ертең бе бүрісі күні ме дейді Халил. Сол кезде олай тез емес Халилжан, өкінішке орай. Неге дейді. Қазір Туфанға айттың ғой, жоспар жақсы, бәрі ретімен жүріп жатыр дедің. Жоспар жүріп жатыр, бірақ егер бірден кетіп қалсақ, таксин чекке төлемей қояды дейді. Қалай төлемейді дейді Халил. Ол маған 1 айлық чек берді ғой. Қалай, Хикмет, саған сенбей тұрмын. Қалай сен мерзімі бар чек аласың? Қалай мерзімді чек аласың деп айтады. Бір тынышталшы, оның қолында ақша жоқ. Қазынада 5 миллион жоқ. Ақша жоқ, енді мен не істейін дейді. Енді қара, ағам өліп қалды. Менің қолымдағы сол қамқоршылық құжаты онсыз да жарамсыз болып қалатын еді дейді. Қайда чек, бір көрейін. Нені көресің? Менің қолымда чек ұстап жүрмін бе деп айтады Хикмет. Іштегі істі не істедің? Жұмысты ала алмадым, бірақ 5 миллионды алдым. Осы ағадан қалған мұрадан саған бірдеме тие ме деп сұрайды Халил. Ештеңе тимейді, мені ашуландырып тұрғаны да сол. Жарайды, балаларға қала берсін, ол олардың құқығы деп айтады Хикмет. Ниһаят Мелек Нұхқа келеді. Нұхқа, менің қызым қайда? Сенен сұрап тұрмын, менің қызым қайда кетті дейді. Мен білмеймін, Тахсин ағам артынан шығып кеткен деп айтады. Сол кезде Тахсин келеді. Тахсин, Ниһаят ханым, қош келдіңіз деп айтады. Менің қызым қайда деп сұрайды Ниһаят. Сіз не десеңіз де орынды деп айтады Тахсин. Ал Мелек болса, аға сізге не болды? Сіз анамды танитын едіңіз ғой. Не үшін сенген жоқсыз деп айтады. Нұх ауруханаға келеді. Мен Нұх, Шакиржан, мені психолог жіберді деп айтады. Сізді дәрігер күтіп отыр деп айтады. Нұх ауруханаға толықтай тексерістен өтуге келеді. Дәрігерге өзінің бас айналып талып қалатыны жайлы айтып отыр. Тексерістен өткен соң қорытындысы шыққан соң келемін деп кетеді. Барлығы жаназаға жиналған. Хикмет Харикадан Асад қайда деп сұрайды. Харика білмеймін дейді. Ниһаят Джихан біледі дейді. Ниһаят Джихан Асад қайда деп сұрайды. Қазір келеді, көресіздер деп айтады. Қайдан келеді, не деп тұрсың дейді. Сол кезде Асадты алып келеді. Журналистер барлығы жүгіріп барып суретке түсіріп кетеді. Харика ағасын көріп, Асадқа не болды? Менің әкем өлді, ал ағам болса түрмеге отырған деп жылайды. Асад әкесін көріп жылайды. Халил бей де сол жерге келеді. Мелек көріп қалып, бұл не істеп жүрді дейді. Ниһаят, кімді айтып тұрсың деп сұрайды. Сол кезде Ниһаят Халилға барып, не істеп жүрсің деп бетінен бір ұрады. Сол кезде Джихан мен Тахсин жүгіріп келеді. Халил кетіп қалады. Тахсин Ниһаятқа, мен бұның жазасын беремін деп айтады. Сен жазасын бересің ба? Сен менің қызыма сенген жоқсың. Сен менің қызымды жазаладың дейді. Сумұрып бір танысының үйіне келеді. Сол жерде соткасын ашып қарағанда Мелек хабарлама жазған. Біз сені жақсы көреміз. Менің жемде жерде деп айтады. Сол кезде Харика да жазған екен. Оны көріп Сумру таңғалып қалады. Харика, апа сен қайдасың? Неге телефоныңды алмайсың? Папам өлді, айырылып қалдық деп жазады. Сен 30 жыл бірге болдың. Сенің балдарыңның әкесі ертең жаназасы болады. Сені ең соңғы рет көріп қалсын деп ескертейін деп едім деп жазады. Джихан барлығына бір жерге жиналыңдар дейді. Ниһаят Бинямиден. Джихан не айтайын деп жатыр, сен білесің бе дейді. Жоқ, может Асад жайлы айтатын шығар дейді. Сол кезде Джихан бір апаны ертіп келеді. Сол кезде Хикмет келеді. Хикметке, сен не істеп жүрсің бұл жерде? Ағамның жаназасы болды ғой, содан кейін осы жерге келейін деп едім дейді. Джихан, ана апаға айта беріңіз деп айтады. Бірнеше апта бұрын Асад ауылға менің үйіме келді. Эсмаға нағашы болғандықтан мені көруге келді деп қатты қуанғам. Хал сұрап амандық білуге келді деп ойладым дейді. Қайдағы хал сұрау, негізгі әңгімеге кел, көп сөз ба дейді. Үйге кіре сала ақша керек пе деді. Әрине керек, кімге керек емес дедім. Сосын маған, саған бір ұсынысым бар, қабыл етсең сен ақшаға көмемін деді. Не ұсыныпты, соны да айт бәріне дейді Джихан. Асад Эсманы маған әкелмек болған, сосын оны осы жерден ұрлап кетеді. Сосын сендерден
ақша сұратады екен. Маған да өз үлесімді беретінін айтты. Шайтанның азғырғанына еріп соған көндім. Шайтанның өзі сен екенсің. Мен сенің жиеніңмін. Мені қораға қамап қойды. Мен қорада жаттым, білесің бе? Аштан жыладым. Ана даусым шыққанша айғайладым. Балам аман қалмайды, өліп қалады деп жаным шықты. Ал сен не істеп жүрсің? Қайда болдың сонда? Деп сұрайды Эсма. Джихан Хикметті сыртқа шақырады. Кел, сенің де бұл істе қатысың бар ма? Деп сұрайды. Хикмет, мен болған не қатысым бар? Деп айтады. Қызық екен, сен жақында ғана папамды өз қамқорлығыңа алдың, одан кейін менен 5 миллион сұрадың. Бұл іске қалай қатысың жоқ? Деп сұрайды. Ал Тахсин болса Сумруды барлық жерден іздеп жүр, бірақ таппай жатыр. Солай бір адамға Сумруды табуын өтінеді. Сумруға Тахсин хабарлама жазады. Сен көңіліңе тигенімді білемін, ренжіме, сөйлесейік, телефоныңды қос деп айтады. Харика сыртта отырған жерінде қасына Мелик келіп, отырсам бола ма? Дейді. Сол кезде екеуі, біз бауырымыз ғой, татуласуымыз керек. Бір анадан туылдық, анамызды іздеуіміз керек дейді. Сол кезде Харика екеуі татуласқан болып, мен барлық достарына звондадым, ол жаққа бармаған деп айтады. Халил Хикметпен бірге Халил Хикметке Асад қалай ұсталып қалды деп сұрап жатыр. Білмеймін. Джихан Асад жайлы шындықты біліп түрмеге отырғызды. Ол менен де күдіктеніп жүріпті деп айтады. Тахсин Сумруды табуға берген адам уже Сумрудың Коньяда екенін тауып береді и суреттерін шығарып алып көрсетеді. Мелик те Нұх келген адвокатқа келіп сөйлесіп, Сейвалайдың қайда екенін сен ғана білесің. Мен хабарластым, телефонын алмайды, сөйлесе алмай жатырмын деп маған айтшы деп жатады. Сенде адресі, мекенжайы барлығы бар, қайда кеткен білесің, маған айтшы дейді. Мелик Сейвалайдың Стамбулда екенін естиді. Ал Нұх болса ауруханаға кешегі түсіп кеткен анализін алуға келеді. Сол кезде Мелик хабарласып, мен Сейвалай үшін осылай саған айтып тұрмын, Сейвалай Стамбулда екен деп айтады. Ал Сейвалайды бастығы шақырып, кешке екеуміз қалып істейтін бір жұмыс бар деп айтады. Солай кешкісін екеуі жұмыс істеп отқанда бастығы біртүрлі болып отырып жалығып кеттік, шашып кеттік деп айтады. Ал осы жерде болса диванға отырғызып, бірдеңе ішеміз бе деп айтады. Сейвалай, мен ішпеймін деп айтады. Ал Тахсин болса Сумруды тұрып жатқан жеріне барып тауып алады. Сейвалай отырған жерінен тұрып кетіп, мен бұл жерден кетемін деп бара жатқанда артынан келіп ұстап алады. Сол кезде Сейвалай айғайлап жібер деп жатады. Сол кезде ар жағынан Нұх естіп, сол жерге жүгіріп келеді. Сен кімсің? Бұл жерде не істеп жүрсің? Деп екеуі сол жерде төбелесіп кетеді. Ал Сейвалай болса сол жердегі бутылканы алып, ана адамның басына бір ұрады. Бірақ ол адам ештеңке болмай қайта Сейвалайға қарай жүгіріп кетеді. Солай ол терезеден құлап кетеді. Нұх пен Сейвалай өлді деп ойлап, сол жерден қашып кетеді. Сериал ұнаған болса, лайк басып тіркеліп алыңыздар. Келесі бөлімді көру үшін, каналды жоғалтып алмас үшін тіркеліп қолдап отырыңыздар. Рахмет.